Сәлеметсіздер ме? Қазір сіздермен Бернулли теңсіздігін дәлелдейтін боламыз. Бірінші, бұны біз математикалық индукция әдісі арқылы дәлелдейік. Сонымен мен n-нің орнына қазір 2-ні алайын. n тең 2 болсын. Сонда 1 қосылған x1, келесі көбейтілген 1 қосылған x2, бұл үлкеніне тең 1 қосылған x1 қосылған x2. Ал енді осы теңсіздіктің орындалатындығын қалай көреміз? Онда бірінші теңсіздіктің сол жағынан жақшаны ашып алайық. Сонда 1 қосылған x1 қосу x2 қосылған x1 көбейтілген x2, бұл үлкеніне тең 1 қосылған x1 қосылған x2 деген шықты. 1 мен 1 жойылады, x1 мен x1 жойылады, келесі x2 мен x2 жойылды. Бізде x1 көбейтілген x2 үлкеніне тең 0 деген мынадай теңсіздік шықты. Ал енді бұл теңсіздік неге орындалады? Себебі x-лардың таңбалары бірдей. Егер x1 мен x2, x1 теріс сан болса, онда x2 де теріс сан. Демек, 2 теріс санның көбейтіндісі бәрібір 0-ден артық болады. 0-ден үлкен немесе тең деген шартты қанағаттандырып тұр. Демек, теңсіздігіміз ақиқат екен. Ал енді келесі, олай болса n тең k үшін, бұны біз дұрыс деп ұйғарамыз. Яғни 1 қосылған x1 көбейтілген тағы да сол сияқты 1 қосылған xk үлкен немесе тең 1 қосылған x1 қосылған x2 қосу тағы да сол сияқты xk-дан. Ал енді үшінші қадам n тең k плюс 1 үшін осы берілген теңсіздіктің орындалатындығын көрсетейік. Ол үшін бірінші n-нің орнына k плюс 1-ді қойып жазып алайық. Көбейтілген тағы да сол сияқты 1 қосылған xk көбейтілген 1 қосылған xk плюс 1. Бұл үлкеніне тең 1 қосылған x1 қосу тағы да сол сияқты xk плюс 1-ден. Ал енді осы теңсіздіктің орындалатындығын дәлелдеу үшін біз екінші қадамдағы дұрыс деп ұйғарған теңсіздігімізді түрлендіруден бастайық. Олай болса, соны қазір мен көшіріп жазайын. x1 тағы да сол сияқты 1 қосылған xk үлкеніне тең 1 қосылған x1 қосу тағы да сол сияқты xk. Ал енді осы жерден осы теңсіздіктің барлығын 1 қосылған xk плюс 1-ге көбейтіп жіберейік. Ал енді осы есептің бастапқы шартында бізде шарт болған xi бұл минус 1-ден артық дейді. Демек, xk плюс 1 бұл қандай минус 1-ден артық, онда теңсіздіктің екі жағына да 1-ді қосып жіберетін болсақ, 1 қосылған xk қосылған 1 артық 0-ден деген шығады. Сонымен, бұл қандай екен? 0-ден артық екен. Теңсіздіктің екі жағында қандай? Оң санға көбейтсек, одан бізде теңсіздік таңбасы өзгермейді. Сонда теңсіздіктің сол жағында 1 қосылған x1 көбейту тағы да сол сияқты 1 қосылған xk көбейтілген 1 қосылған xk плюс 1 үлкен немесе тең 1 қосу x1 қосылған x2 қосу тағы да сол сияқты xk келесі көбейтілген 1 қосылған xk плюс 1 деген шықты. Ал енді осы теңсіздіктің оң жағындағы тұрған жақшаларды ашайық. Сонда мен бұны тең деп мына жерден жалғастырайын. Бірінші, мына тұрған бірге әрқайсысын көбейтіп шығамыз. Сонда бізде 1 қосу x1 қосу x2 қосылған тағы да сол сияқты xk шығады. Ал енді келесі xk плюс 1-дің осының әрқайсына көбейтіп шығатын болсақ, қосылған xk қосу 1 плюс тағы да сол сияқты x1 көбейтілген xk плюс 1 келесі қосылған x2 көбейтілген xk плюс 1. Ал енді келесі қосылған тағы да сол сияқты ең соңғысы xk плюс 1 дегенге келдік. Ал енді осының 0-ден артық екен, осының біз қазір 0 емес, бұдан артық екендігін қалай дәлелдейміз? 1 қосылған x1 қосу тағы да сол сияқты xk плюс 1-ден артық екендігін дәлелдеуіміз керек. Ол үшін біз қазір мына жазылған қосындыға назар аударайық. x1 xk плюс 1 қосылған тағы да сол сияқты xk көбейтілген xk плюс 1
бұлардың әрқайсысы нөлден үлкен немесе тең. Себебі x'илердің таңбасы қандай еді бізде? X'илердің бәрінің таңбасы бірдей. Егер x1 теріс болса, онда бәрі теріс деген сөз. Демек, онда оң сандардың қосындысы бәрібір бізде нөлден үлкен немесе тең деген шартты қанағаттандырады. Сонда біз қазір осы теңсіздіктің, мына теңсіздік ақиқат екен, енді осы теңсіздіктің екі жағына да 1 қосу x1 қосылған тағы да сол сияқты xk плюс 1-ді қосып жіберетін болсақ, біз қазір қандай теңсіздік аламыз бұдан? Бұдан біз мына теңсіздікті алады екенбіз. 1 қосылған x1, x2, xk плюс 1 қосылған, мына өрнек үлкеніне тең, 1 қосылған x1 қосу xk плюс 1-ден үлкен екендігін дәлелдейміз. Сонымен бізге де керегі осы болған, міне қазір кішірейтетін болсақ, міне 1 қосу x1, тағы да сол сияқты 1 қосу xk, көбейтілген 1 қосу xk плюс 1, бұл үлкен немесе тең 1 қосылған x1 қосу xk плюс 1-ден үлкен екендігін дәлелдедік. Яғни математикалық индукциядағы мына 3-ші қадамдағы мына теңсіздіктің орындалатындығын дәлелдедік. Сонымен осы Бернулли теңсіздігін дәлелдеуді аяқтадық.